Бұл видеода біз Canva платформасындағы электронды хаттарды құруды қарастырамыз. Бұл процесс дизайн таңдаудан басталады. Сіз нөлден бастап жасай аласыз, немесе дайын үлгілерді пайдалана аласыз. Ол үшін басты бет немесе үлгілер бөліміне өтіп, email санатын таңдасаны жеткілікті. Үлгілер бөлімінде көптеген нұсқалар бар және олардың саны үнемі толығып отырады. Үлгіні өңдеу Canva-дағы кез келген құжатпен жұмыс істеуге ұқсас. Мәтінді өзгертуге болады, ал егер мәтін басқанда өңделмесе, элементті 2 рет басып, ішкі редакторды ашуға болады. Электронды хат жасау кезінде элементтер бөлімінде Canva-ның басқа құжаттарында кездеспейтін бірегей санаттар қолжетімді. Тақырыптар, төменгі колон титулдар, батырмалар, бағандар және ерекше бөлінген блоктар. Жаңа батырманы осы бөлімнен қосуға болады. Ал оған сілтеме қою үшін батырманың ішіндегі мәтінді таңдап, қажетті сілтеме, телефон номерін немесе электрондық поштаны енгізіп, дайын батырмасын басу жеткілікті. Маңызды сәттердің бірі барлық электрондық пошта қызметтерінде бірдей көрсетілетін 9 қауіпсіз шрифттің бірін пайдалану. Хатты жібермес бұрын тесттік электронды хат жіберу батырмасын қолданып, оның компьютерде және мобильді құрылғыларда қалай көрінетінін тексеру ұсынылады. Хатты Gmail арқылы жіберу үшін Gmail аккаунтын Canva-ға қосып, бөлісу батырмасын басып, Gmail опциясын таңдау қажет. Осыдан кейін дизайн Gmail-дің нобайлар бөліміне жүктеледі. Мұнда хатты қосымша өзгертуге болады. Содан кейін ғана алушыларды көрсетіп, хатты жібересіз. Canva-да электронды хаттар құру кәсіби деңгейде безендірілген хабарлама дайындаудың жылдам әрі оңай жолы. Хаттың соңғы көрінісін бірден көресіз. Заманауи визуалды элементтерді, батырмаларды, суреттерді және ерекше блоктарды қолдана аласыз. Мұндай тәсіл уақытты үнемдейді, коммуникацияны көрнекірек етеді және кәдімгі хаттардың арасынан ерекшеленуге көмектеседі. Егер хабарламаңыз заманауи, ұқыпты, әрі есте қаларлық болғанын қаласаңыз, электронды хаттарды Canva-да құрып көргеніңіз жөн.